Құрметті отандастар, қазіргі елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты балдарымызды қашықтан білім беру жүйесіне көштік. Балдарымызға білім беруге жағдай жасап жатқан білім министрлігіне және де Атырау қаласы Исатай Тайманов атындағы номер 27 мектеп ұстаздарына алғысымызды білдіреміз. Осы балдарымызды қашықтан білім беру жүйесіне ата-аналармен және балдармен алдын ала жиналыс жасалынды. Еренбей еңбек еткен ұстаздарымызға мың алғыс айтамыз. Ардақты да құрметті ұстаздар, біз сіздермен біргеміз. Құрметті отандастар, ұстаздар, мен Атырау қаласының номер 27 Исатай Тайманов атындағы орта мектептің 2-ші Ә сынып оқушысы Аяпберген Дамирдің анасымын. Қазіргі уақытта біз еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқу жүйесіне көштік. Бұл орайда айта кететініміз, қашықтықтан оқу бізге ешқандай қиындық тудырып жатқан жоқ. Өйткені біздің ұстаздарымыз барынша мүмкіншілік жасап, бізге балаларымызға бар білімін аямай беруде. Осы орайда айта кететініміз, ұстаздарымыз Мағрипа Қожайқызына, Ақерке Таңатқызына және де 27-ші мектеп ұстаздарының бәріне алғысымызды білдіргіміз келеді. Ұстаздарымыз, сіздерге мың алғыс. Осындай шәкірттеріңізге бар білімдеріңізді аямай беріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Ұстаздар, біз сіздермен біргеміз. Сіздерге мың алғыс. Қайырлы күн, отандастар. Мен Адылхат қызы Айнел, 1-ші Б сынып оқушысы Асқар Нұрайдың анасымын. Елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты қашықтықтан оқыту жүйесіне көшті. Жас ұрпағымыз білімсіз қалмасын деп, білім министрі, Атырау облысының білім бөлімі, Атырау қаласындағы орналасқан номер 27-ші мектеп басшысы Сүндет қызы Ару апай және сол мектеп ұстаздарына алғысымыз шексіз. Сынып жетекшіміз Сағытжан қызы Анаргүл апайымызға мың алғыс. Жиналыстар, ата-аналармен жиналыстар мен түсіндірме жұмыстары өткізілді. Ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Ұстаздар, біз сіздермен біргеміз. Қайырлы күн. Мен Мұхамбеталиева Айша, Атырау қаласы Исатай Тайманов атындағы номер 27-ші мектептің 2-ші К сынып оқушысы Хайдарова Азалияның анасымын. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты оқушылар қашықтан оқу жүйесіне өткен болатын. Осы кезеңде оқушылар уақытылы барынша білім алсын деп ат салысып жатқан Білім және ғылым министрлігіне, Атырау қалалық білім бөліміне және Исатай Тайманов атындағы номер 27-ші мектептің ұстаздарына алғыс білдіремін. Мемлекеттің қарыштап қадам басуына ұстаздардың қосар үлесі көп. Алдағы уақытта алар асуларыңыз биік, шәкірттеріңіздің жетістіктері көп болғай. Рахмет қызы, сізге үлкен рахмет. Сәлеметсіздер ме? Исатай Тайманов атындағы номер 27-ші қазақ орта мектебінің 3-ші К сынып оқушысы Қуанғали Сабинаның анасымын. Қазіргі уақытта қазіргі жағдайға байланысты бүгін алғысымды Қабанбай қызы Ақтоты апайымызға шексіз алғыс айтқым келеді. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі 4-ші тоқсанымыз онлайн жүзінде өтуде. Әрине алғашқысында оңайға соқпады, дегенмен апайымыз онлайн жүзінде жиналыс жасап, сіз бен біз осы қиыншылықтардан да бірге өтетінімізге сенім артқан болатын. Соның арқасында қазір ұл-қыздарымыз жақсы білім онлайн жүзінде алуда. Осындай апайларымыз сабақ беруіне байланысты мен өзімнің қызымның болашағын алаңдамаймын деп үлкен сенімділікпен айта аламын. Біз біргеміз, біз үйде. Сәлеметсіз бе қазақ елі. Мен Атырау қаласының нөмірі 27-ші Исатай Тайманов атындағы қазақ орта мектебінің 1-ші Ә сынып оқушысы Алимұратова Айлинның анасымын. Елімізде болып жатырған төтенше жағдайға байланысты балаларымыздың білім алу дағдысы тоқтап қалмас үшін қашықтықтан оқу жобасын іске асырған білім және ғылым министрліктеріне, Дарын онлайн, Білім ленд, Күнделік KZ және Балапан телеарнасының директорларына,
ұжымдарына алғысымызды білдіреміз. Және осы сайттар арқылы балаларымызға жаңа тақырыпты түсінікті етіп жіберіп жатырған, қашықтықта болса да аянбай еңбек етіп балаларымыздың білім алуына ат салысып жатырған аяулы да ұстазымыз Ақерке Танатқызы, сізге алғысым шексіз. Қашықтықтан оқу бізге ешқандай қиындық әкеліп жатырған жоқ. Керісінше балаларымыз жаңа тақырып бойынша кітаптан ғана емес, видеороликтер арқылы көптеген мағлұматтар алуда. Мен қашықтықтан оқу сабағынан үйреніп қалдым. Балапан теле арнасынан жаңа тақырыптарды мұқият тыңдаймын. Қашықтықтан оқу сабағына да біртіндеп үйреніп қалдық. Осы тұста шәкірттері үшін аянбай еңбек етіп жатырған барша қазақстандық ұстаздарға алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің биік жетістіктерін бірге көруді Аллам нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Балаларымыз бейбіт заманда өмір сүрсін. Біз біргеміз, біз үйгеміз. Құрметті отандастар, мен Қожаниязова Гүлжан, ұлым Баймахан Қасымхан Атырау қаласының номері 27-ші Исатай Тайманов атындағы мектептің 4-ші А сыныбында оқиды. Мына елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты 4-ші тоқсанның сабақтары қашықтықтан оқытылуда онлайн түрде. Класс жетекшіміз Қапизова Шарипа Абдырахманқызы ата-аналармен жиналыс өткізіліп онлайн түрде барлығын жақсылап түсіндірді. Сабақ қалай өтетінін, енді қазір әрбір пәнге өз группасы бар. Орыс тілі, ағылшын тілі, өзін-өзі тану, дене шынықтыру, музыка апайларына 27-ші мектептің барлық ұстаздарына рахмет айтамыз. Балдарға шыдаммен қарап барлығын мұқият түсіндіріп онлайн түрде жіберіп жатыр сабақтарды. Балдар жауаптарын қайтарып өздеріне жібереді. Мұғалімдер бізге бағаларын беріп жатыр, дұрыс еместігін. Мұғалімдерге көп рахмет айтамыз. Біз біргеміз, біз үйгеміз. Саламатсыздар ма, атыраулықтар? Мен Бисенғалиева Гүлназ, 5-ші А сынып оқушысы Сағынғалиева Диназдың анасымын. Елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты оқушылар қашықтықтан оқыту жүйесіне көшті. Номері 27-ші Исатай Тайманов атындағы ұстаздарға мың алғыс. Ата-аналар мен оқушыларға түсіндірме жұмыстарын өткізіп, жиналыс өтті. Оқушыларымыз қосымша дерек алып, түсінбегендерін қарау үшін білім ұлан, дарын онлайн сынды программалар беріліп, оқу жүйесін жеңілдетті. Оқушыларымыз бен ұстаздарымызға сәттілік тілейміз. Біз біргеміз.